Aslan var. Ya nормально пока Бруно? Kapanıp da. Ya Dostlar ben жеңіл қорқытып тұрған жоқ. Просто мен қазір қандай yapışырмын сұрап жүрсем. Осындай tamam. Ya. Biz mana shurtni yemayapmiz ku. Aşı yediğinin özü na aşı mazotdan beri aşı nazarı ağzı kuyup bastavadı. No şılava болады, прям anda ойбай етмеші. Біріне шырт жеп көрсе. Öldün mü? Şöp деген мәселе. Да? Шөп деген yok. Бәсе не машина істеп мен енді уайымдай бастадым. Мәселе шөп деген екен. Мәселе шөп деген. Жағамыз. Аузыма салып. Аға. Шөпті. Мұзылды. Кевады. Что я вообще? Қан өзіне найзасын өздері көрмейді. Мынаны қойдым. Келді ма? Мынаны. Жүйсі шөптерден қосып. Давай жандос, еркек. Еттіңіз ешкім отырмаған. Қатты ойбай деп жерге жатып қалайтындай ащы емес. Приятный. Рахат мұрнына соғады. Достар, может сендер білетін шығарсыңдар, қандай да бір тамақтың түрін магазинде сатылатын ше, вообще шыдамайды. Қандай білесіңдер, комментарий жазыңдаршы, біз соны жейміз міндетті түрде. Мына корейский тамақтың ең ащысын дегеннің өзін ащы емес. Шыдаймыз біз, нормально жей отырып, рахаттан жей отырып. Алдында Арман Пірмановтың жегені бұдан жаман ащы, серьезно айтамын. Ертең бұйырса келесіде соған апаруға тырысам, балдарчы. Түйір болып жатырмын, түйір. Көріне ма, көрінбей ма? Соңына қарай жоспар шөп баратыр, серьезно. Бағана басынан соңы қаттас шөп баратыр. Соңы жоспар шөп баратыр, серьезно. Астына салған ба ащысының бәрін. Что постепенно ащы болу үшін ше. Ащасы көрініп тұр ма? Әдем көріп тұр. Еші қандай жағандай ма? Мына. Ана ащы соншалықты адамды жылатып жатыр. Әдем өттерген. Мен ана жеңдерші. Алып көрмейді. Көген жоқ дейін ба? Әлфін ашты да. Көсіктер өтін. Достар, комментарий жазыңдаршы. Ең ащы раменді жеп видео түсірейік па, түсірмейік па? Я еще бөлінше, Самый острый қандай екен комментарий жазыңдар, біліңіздер. Рамендар бөлінеді екен, осы самый острый қандай аталып жазыңдар. Достар, мына жерде тамақтан болдық. Бізге счетта әкелді. Счетта әкелген кезде, достар, біз жылап жібердік. Ана ащыдан жылағанымыз бар ғой. Әшем деп. ашты да жүрекші. Счет болған ашты. Тамақ ащы, счет болған ащы. Болған ашты. Так что бір жерге келіп сразу сендер күтіп алып, бізде үйіп бар. Ама қолтаңызды ақтап жүрген зайлауға сразу. Қой Енді достар, сендерге сұрақ.
комментарийге жазамыз. Счет қанша болды? Кім максимально жақын баға сумма айтады? Сол адамның комментарийіне жауап берем. Және Каспийне 1000 теңге лақтырып жіберем. Просто тапқаның үшін. Сондықтан счет қанша болды? Мына жерде жеген тамағымызды. Тамақ ащы, счет одан да ащы. Әдемі цитата. 500 мың. Қазақ ютуберлерінің бассейндегі екінші шайқасы. Бірінші бөлімде жеңімпазы Мадияр Бердіманның орнынан күміс шығады екен. Бүгінгі шайқаста судың астында күрес, төбеде жекпе-жек, өмірші күрес бәрі болды. Жеңімпаз болу үшін жігіттер барлық нәрсеге дайын. Бұл жерде 8 судья бар. Әр раунда кім судың астынан бірінші шығатын болса, сол ойыннан ұшып кетеді. Достар, сендер үшін жасалған осындай керемет контент үшін лайктарыңды аямай басыңдар осы видеоға. Олай болса, кеттік. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде керемет бассейн челленджінің екінші бөлімі. Бізде Қазақстаннан мықты қазақ ютуберлері жиналды. Осы бассейнде дәл қазір қазақ ютуберлерінің шайқасы болады. Сендер видеоға лайктарыңды басыңдар. Бүгінгі қатысушылар кімдер екенін бір-бірден шақырамын. Ең бірінші қатысушымыз достар, ол сонау Ақтау қаласынан келген Майк Миллер. Еще мен бүгін ауашты дегенмін. Чтобы қазір ауаның албышы ұштып. Достар, Ақтау қаласынан келді. Осы видео үшін, сондықтан сендер осы видеоға лайк басқансаңдар, ол ұят болады. Что-то бүгін нешінші орын алып келген өткесін? Бүгін жалпы алдында естіттім бір мықты жігіт бар екен аралығында. Мадияр Бердіман бізде бірінші бөлімнің жеңімпазы. Ең соңы жеңу үшін Ақтаудан дайындалды. Болды оған жиелім, бір аузын жұтып дайындалды. Бүгінгі жарысымыздың жүлдесі 50 000 теңге. Болды ғой онда, мен ойым. Тұтасың ба? Болғанда. Бірінші бізде Майк Миллер төлете беріңіз. Төрге басып тұрсаңыз. Келесі бізде қатысушымыз достар Арман Пірманов. Ақтаудан келді. Достар, бұл Арман Пірмановты бізде таныстыру қажет жоқ. Бұл легенда Шымкент қаласынан келді. Нешінші орын аламын деген ойдасың? Бірінші. Ауаш беріп алдың. Иә, ауаш беріп алдың да? Иә, 50 000 теңге бүгінгі жүлде қоры. Құрмет достар, бізде келесі қатысушымыз ол әрине бірінші сезонның жеңімпазы Мадияр Бердіман. Бірақ мен сені бар ғой, қорқатын сені. Өйткені сен алдында 5 шанс айырылдың ғой. Әшейін айтсадың ғой. Тем более, қазір тренер қашып жүргенсің. Ема сен үшіп кеткенсің қатысың. Мына жерде бір жеге сендерге шанс жоқ. 50 000 даже нақты ұштамайтын сияқтысың ғой. Әшейін ма? Қолдама. Қалай ойлайсың, нешінші орын аласың? Неге кірсем алып беремін. Бірақ Бекул маған жеке мынандай сөз айтты. Сол Бека сен айран деді ғой. Финалда екеуін кездесетін сияқтысыңдар, сәттілік ал. Мадияр, жігіттерге сәл шанс беріп кішкене. Онда жоқ па? Аяғашылы жоқ. Достар, бізде келесі қатысушымыз ол Алтыбақан Премьер-лиганың мықты ойыншыларының бірі. Ол Тимур Омаров, Қазақстан дауысының жеңімпазы. Ема, кәне мақалдап жіберсең бір айқормен. Ема, мен дауыспен шықпа ғой. Құрмет достар, Тимур Омаров, бұны барлықтарын білесіңдер. Нешінші орын қалам деп ойлайсың? Бір ма? Бір или екі ғой? Екі? Неге екі? Өйткені екі сан деген өздері жоқ. Постоянно жеті алғысы келеді, бірақ жеткізбейсің ба? Мадияр мықты, Бекул мықты.
Майк Миллер отам деді. Енді төлете бер енді, сәттілік саған. Все. Келесі бізде қатысушы достар, ол Жандос қой. Жандос қой, келе қойшы Жандос. Сен болмасаң болмайды. Сені жамандап отыр. Сосын сен айыру керексің Жандос. Мен айырам, өте қорғай десінде, иә? Саған сәттілік ал. Ал келесі бізде қатысушы. Не істеп тұрмын өмірі? Сен тұрмын. Келесі қатысушы достар бізде футболды өзінің айтуы бойынша мықты ойнайтын, өзінің айтуы бойынша прям Марадона сияқты айырып өтіп кетемін деген игрок Бифул Кизі біздің ортада құрметті. Бифул Бассейн бірінші бөлімінде бұл жігіт қалмай алды. Бұл оператордың артында сөз тұрған Жүлде қоры бізде 20 мың теңге. Неше шорға ойнап ойлайсың? Құдай қаласа бірінші орын. Бірінші орын. Ана ашықты ақкиіп алған. Танымайды. Келесі біздің қатысушы талай Free Fire шектерді айырған біздің қазіргі анда-санда менеджеріміз болып кететін, реклама тауып беретін астаналық балықшы номер 1. Ареке. Ареке ғой, Ареке. Қалайсың, жақсың ба? Мына жерде бал аласың. Алмайсың ба? Саған сұрақ, соңғы рет. Олар жындысың. Соңғы рет қашан шықтың балықшы? 3 күн бұрын қандай размері? 2 килограмм. Щука? Неше орын алған деп ойлайсың бе? Соңғы орын. Қалайсың, мойындады. Сәттілік ал. Бірақ балға болған. Сен андай қырмақпен аласың ба? Мен тегіріп жүзіп алам ғой зоқын сәт. Құрметті достар, бізде ең соңғы қатысушы ол әрине мына суға батам десе де батпайтын Ақтөбеден келген Симпл ғой біздің. Қош келдің Симпл. Саған сен дейтін кәдімгі далаға неге шықтың ба? Не футболды не шықпайсың? Футболмен сөзің ба қазір? Ма базар жоқ. Ал Ақтөбеден қош келдің. Аса ой бұл. Қай қаладасың? Ақтөбе. Нешінші орнаман деді? Бір ма? Ол қатарға тұр. Ал достар, бізде қатысушылар дайын. Ақтөбе. Майк Миллер, Арман, Бифул, Ареке, Жандос, Сима, Симпл. Мен ғана қатыспаймын. Егер менің қатысуымды қаласаңдар, осы видеоға комментарий жазыңдар, лайк басыңдар. Келесі 3-ші бөлімде мен қатысушы боламын бұйырса. Ал қазір мен жүргізуші, жігіттер суға жайлап түсіңдер болады. Ал достар, бізде ең алғашқы раунд. Барлығы судың астына қазір батады. Кім бірінші шығып қойса, сол ұтылады, ойыннан шығып кетеді. Сосын 6 алған кезде 6 батады. Сосын 5-4-3-2 біреу. Болды. Кеп, дайынсыздар ма? 1, 2, 3, түс! Лайк басыңдар, маған қараңдар. Барлығы суға кетті. Кім бірінші шығып кететіні қазір бізге сұрақ болды. Көтен шығады. Кім шықты деп ойлайсың? Жоқ.
сөзінде тұрды да сөзінде жарайды сөзінде тұрып тастап сәттілік бар біреуге аттың ба онда біреуге атсаң призге мен емес сен шығарасың сонда бильярдқа барып бильярд ойнай бер өз-өзіңмен ал достар бізде екінші раунд 7 ойыншы қалды кет дайынсыздар ма 1 2 3 кетті миллиард сырт миллиард түлкі өйткені миллиард бізде ең соңынан 1 секундқа кешкіріп кетті енді ол ешқандай заңды бұзбайды ол дұрыс өйткені синхронно барлығы бір уақытта кіріп кете алмайды ол суға ал тыныш тоқта не дейсіз аяқ ұстап отыр деймін тоқта мені сен қырғызстанға жүрсің ба ютуберлер бауырлар кім сені қолдайтынын көреміз қара бәрін беттері ашылады қазір арман шығып кетсін дегендер тоқта арман шығып кетсін дегендер қолдарын көтеріңдер тоқта ана 1 2 3 қолдарын көтеріңдер енді сен көрдің сенің өзіңмен бірге сыйласып жүрген адамдарың бәрі қолдарын көтеріп мына жоламаңдар малдарына мен ортаға қай жаққа жоламаңдар дейсің ба ол көрсетші мына жаққа енді өкінішті 50 000 теңгеден айырылып қалдың барып арекемен бірге бильярд ақша десектейді балаларға ақша десектейді бір-бірін сатады ғой құрметті достар бізде мына жақта 6 қатысушы қалды не қалды бұл шыдай тұр давай жерге қойсай тік тұрсай аяқ тартып қалды бейшара жерге 1 2 3 түс осы жолы ше еба символ тұрған көз бекол шығып кетеді ғой осы бекол өзі түсіріп жатқан кадрға қарашы өзінің түсірсе Тимур жақсы ұстап өзін символ өте керемет символ тиме бека достар бізде мен қараптым мына жақтан бека бізде символды барынша қыдырып жатыр ма бірдеңе істеп жатыр енді GoPro'дан көреміз достар бізде өкінішке орай Бекол давай кетіп шық Бекол сен неге GoPro'ны алып алып символға тиісе бастадың жоқ бізде андай болды миллион айтады да минут дейді короче соны жарайды деп сөйлей айтамыз майдан шығарайық дейді ғой соны хорошо дейді сосын бұл символға барып хорошо дейді соның астына түсеміз орнынан қарап отыр былай камера былай апарып алған сосын ақырындап символға барда сосын мен дейін шығады короче символ айтады жүрсе енді ішіне кіргізіп жібердім дейді саған сен сонда жүрсің ба жоқ ішінде ештеңе жоқ короче мен түсінгенім бүліктің бәрін лайтнерге шығарып жатыр үшін жігіттер бірінші емес екінші үшінші